Күйеуіме көңілім толмай, көзіне шөп салдым. Мен оңтүстік өңірінің шалғай ауылында өстім. Ауылдың тәрбиесін алған ұялшақ, биязы қыз едім. Мектеп қабырғасын бітіргеннен кейін мен де арман қуып қалаға оқуға келдім. Жоғары оқуға түсе алмай, педагогикалық колледжге оқуға түстім. Оқуымды жақсы бағамен бітіріп, өзімнің туып өскен ауылыма келдім. Ауылдың мектебіне жұмысқа орналастым. Көп ұзамай ауылдың бір жігітінің көзіне түсіп, алып қашудың құрбанына айналдым. Шынымды айтсам, мен күйеуімді үйіне алып барғанда бірақ көрдім. Жолдасым асып бара жатқан сұлу емес еді. Сонымен қатар, ол менен 13 жас үлкен болатын. Ол мені алып қашып үйіне барғанын естіген ата-анам үлкен әпкемді жіберген еді. Әпкемді көріп жылап жібердім. Бас салып кетемге шықтым. Әпкем де менің өз еркіммен келмегенімді біліп алып кетпекші болды. Бірақ ауылдың ақ шашты әжелері табалдырыққа нан қойып, онымен қоса өздері де жатып алды. Үлкен кісінің тәрбиесін көргендіктен болар, наннан атап кете алмадым. Сөйтіп, барған жерде судайсың деп қала бердім. Содан не керек, 22 жасында менің отбасылық жаңа өмірім басталды. Жолдасым екеуміз бірге тұра бастаған кезден бастап, оның сыртқы келбетіне, ішкі жан дүниесіне мән беріп қарадым. Көлік апатына түскелі бері сол аяғын сылтып басады екен. Оған да көндік. Уақыт өте, жолдасымның қызғаншақ әдетінің бар екенін байқадым. Болмашы нәрсеге қызғанып, қызыл кеңірдек болып айқайға басатынды шығарды. Кейде жұдырықпен ұрып жібереме деп те қорқатынмын. Бірақ ол қол көтермейтін. Мен оны осы үшін сыйлайтынмын. Мектептің жұмысы болғандықтан қағаз жұмысы өте көп болатын. Кейде мектептен кеш шығатында кездерім көп болады. Қағазбасты болып, жұмысқа айналып қалған кезде ол мені сағаттап күтіп отыратын. Жолдасым мені жұмыстан шығып үйіне кетіп қалама деп қатты қорқатын. Оның кейбір қылықтары бала секілді көрінетін. Сүймесем де тағдырымның жазғанына көніп өмір сүре бердім. Әрине, айта берсең сүймеген адамның теріс әрі ерсі қылықтары өте көп емес пе? Оның бәрінде инеге жіп тізгенде тізбегенім дұрыс болар. Қызықсыз өмірім алға қарай жылжи берді. Күйбен тірлікпен арпалысып жүріп дүниеге 3 қызды алып келдім. Ендігі өмірімнің қызығы қыздарым болды. Солар үшін олардың әкелерін жақсы көруге тырыстым. Қыздарым үшін отбасымды сақтап келдім. Әйел адам сүймеген адаммен бірге өмір сүре алады. Бірақ әйел затының құлазыған көңілін көтеретін де, денсаулығын қалпына келтіріп, жасартатын да төсек қатынас екен. Отбасын құрғалы бері мен тез қартайтып кеттім. Бір көрген адамдар өзімнің жасымды өмірі бермейтін еді. Үнемі менің жасыма тағы да 5-6 жасты қосып беретін. Мен оны естіп іштей күйзелетінмін. Өзімді жөнге келтірмек болып айнаға қарап, бет терісін жасартатын кремдерде жағатымын. Бірақ ол әрекетімнен еш нәрседе өзгермеді. Менің мұндай күйге түскенімнің себебін өзім жақсы білемін. Себебі отбасын құрғалы бері мен төсек ләззатын алған емеспін. Жолдасым төсек қатынасында өзіне керегін алады да менімен санаспайтын. 20 жылдай біз тек бір базада ғана жұмыс жасап келдік. Ол маған мүмкіндік бермейтін. Оған неше түрлі фильмдерден көрген әрекеттерді айтсам, мүмкін сен оның бәрін біреумен жатып үйренген шығарсың, деп миымды жейтін болды. Содан кейін құлағым тыныш болсын деген оймен еш нәрседе айтпайтын болдым. Міне, қазір менің жасым 39-да, ал жолдасым болса 52-де. Әйел адам 40-та жасарады деген тап-тарас екен. Осы жаста өзім көрмеген төсектің ләззатын аңсайды екенсің. Ал жолдасым болса суық тиіп қатты ауырып 5 жылдай болды, қазір екеуміз жыныстық қатынасқа түспейміз. Екеуміздің арамызда ондай қатынастың болмағанның салдары болар мен қатты қартайып кеттім. Сонымен қатар денсаулығым да сыр бере бастады. Бір күні дәрігерге бардым. Әйелдерді қабылдайтын дәрігерде ұзын сонар кезек. Өзімнің кезегімді күтіп отырмын. Бір кезде қасыма көзінен от жалындаған сұлу келіншек келіп отырды. Түріне қарасаңыз менен 5-6 жас кіші деп ойлайсыз. Екеуміз уақытты өткізу үшін әңгімеге кірістік. Ол сұлу келіншек маған апай деп әңгімесін айтып отыр. Шыдай алмай, сіздің жасыңыз неше деп сұрадым.
Ол маған отты жанарын қадап күлімдеп мен 47-демін деп айтты. Оның жүзіне аң-таң болып қарап қалсам керек. Ол маған түсінбей, неге таңырқап қарадың деп сұрады. Сонда мен ол кісіге қарап, менің жасым 38-де дедім. Ол алғашында менің айтқан сөзіме сенбеді. Бірақ мен басымнан өткен өмірімді қысқаша айтып беріп едім. Сұлу апайым сәл жымиды да, әйел адамды жасартатын да, тез қартайтатын да жыныстық қатынас. Сенің қазіргі күйзелісің маған таныс. Сенің денсаулығың өзіңе керек. Өзіңнен жас жігітпен жыныстық қатынасқа түскен кезде өмірдің не екенін түсінесің, деп айтты. Әлгі елдің айтқан сөзі құлағымнан кетпей қойды. Егер өзге мен көңіл қоссам, жолдасымның көзіне шөп салғаным болады ғой деп те ойладым. Өзімді қинап біраз уақытта жүрдім. Бір күні құрбым туған күн тойламақ болып, араласатын 4-5 қызды кафеге шақырды. Өзіміз ғана біраз көңіл көтердік. Бас қосуымыз қызықты өтті. Шаршағанымызды басайық деп аздап шараптан іштік. Би алаңына шығып биледік те. Сол күні мен Азат есімді жігітпен таныстым. Ол менен 13 жасқа кіші еді. Ұзын бойлы, қара торы келген сүйкімді жігіт бір көргеннен мен өзіне баурап алды. Оның әрбір ісі маған қатты ұнады. Сөйтіп, Азат екеуміз сол күні бірге түнде өткіздік. Сол күні менің бақыттан басымның айналған сәтін сөзбен айтып жеткізе алар емеспін. Азатпен кездескенде ғана өзімді нағыз әйел ретінде сезіне аламын. Екеуміз аптасына 2 рет кездесіп тұрамыз. Жолдасым және қыздарым менің жадырап, жасарып жүзіме күлкі үйірілгенін көріп, «Мама, әрдайым осылай жадырап жүріңізші», деп айтады. Қыздарымнан бұл сөзді естіп іштей қуанып та қалдым. Әрине, жас жігітпен кездесіп жүрген әйел өзіне қатты қарайды екен. Сүйіктімді жоғалтып алмас үшін қолымнан келгеннің бәрін де жасап бағам. Төсек қатынасына оның айтқанын бәрін де жасаймын. Азат екеуміздің бақытты күндеріміз уақытша екенін білемін. Бірақ біле тұра ол жігіттен бас тарта алмай келемін. Азатпен кездескелі бері 3 ай өтті. Осы аз уақыттың ішінде 7 келі салмақ тастадым. Имиджімді де өзгерттім. Сонымен қатар денсаулығым да жақсарып келеді. Азаттан бір ұл босанбалсам деген арманым да бар. Ең болмаса, біздің бірге өткізген бақытты сәттерімізден қалған естелік деп қарап жүрер едім. Егер менің жолдасым төсек қатынасында бос болмағанда, мен мұндай әрекетке бармас едім. Мен де әйелмін. Мен де ет пен сүйектен жаралған жанмын. Менің де бақытты болуыма құқығым бар шығар. Сірә. Өмірде бақытымды таппасам да, жас жігітпен кездесіп қуанышқа кенелдім. Мен осы кезге дейін тек қыздарым үшін ғана өмір сүріп келдім. Енді оларды қияға қондыру менің парызым. Төсек қатынасында дұрыс ләззат ала алмаған әйелдердің басым бөлігінің жатырында ісік болады екен. Мен де осындай дертке шалдықтым. Дәрінің аса қатты пайдасы тимегендіктен сұлу апайдың айтқан әрекетіне көштім. Төсек қатынасының арқасында денсаулығым да түзеліп келеді. Мен жас жігітпен кездескеніне еш өкінбеймін. Өзімнен кейінгі жастарға төсек қатынасының адамға пайдасы көп екенін жеткізгім келеді. Мен секілді өзге біреумен емес, әрине Құдай қосқан қосағымен. Менің жүрек жарды әңгімемді оқыған оқырман қауым сөгетінде болар. Бірі мені түсінсе, ал екіншісі түсінбес. Қазіргі басымнан кешіп жүрген қуанышымды да бөлісер жақын жоқ. Менің барған қадамым қате болар, бірақ мен жүрегімнің қалауынан асып кете алмадым. Жолдасы менің жас жігітпен кездесіп жүргенінен бейхабар. Кейде ол біліп қойып, оның жүрегін жаралаймын ба деп те қорқамын. Қуаныш пен қорқыныш сезімін қатар арқалап келемін.